балықшылар тапқан оны. Балықшылар балық аулап отырып оны судың ішінен шығып келе жатқан кезде пакет екен деп қалған. Ол пакет емес, адам болып шығады. Үстіндегі қоңыр курткасы баламды алып шыққан, көтеріп жоғары қарай. Милицияға хабарласады, артына милиция барады. Бірақ бірінші көрген өзінің ағалары көріп қалады ше, барып. Үлкен ағасы көріп, тура Ержат екенін таниды. Иә, біздің Ержат деп. Қатты ісініп кеткен бала деген, өзі апарық бала ғой негізінде ше. Ол 3-4 есе ұлғайып ісініп кеткен екен бала, қатты ісініп кеткен. Ісініп кетуіне қарағанда менің субъективті ойым, бала ішіне қатты су жұтып қойған. Яғни тұншықтыру болуы мүмкін, судың астына баланы тұншықтырған болуы мүмкін. Ол 6 ай ғана бұрын үйленген, жесір қалды, әйелі жесір қалды. Болашақ баласын да көре алмай кетіп бара жатыр міне. Енді ғана жаңадан ғана көтеріпті. Соған қатты қуанған ғой балам дегенші. Видеосын көрсетті, балам қатты қуанған соғаншы. Өмірге риза болып қатты қуанған. Ол ондай қуанған адам, арманы бар оның, алға қарай армандап, мен енді болды болашақ әке болам деп армандайды балам деген.